Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен дастарханыңыздың көркін ашатын, өте дәмді, керемет болып шығатын хворостың рецептімен бөліскім келеді. Міндетті түрде дайындап көріңіз. Ыдысқа 2 жұмыртқаны салып, үстінен 2 жұмыртқаның сарыуызын саламыз. Тұз, қантты қосып, жақсылап араластырамыз. Үстінен ұнды аз мөлшерде сала отыра, қамырымызды илеп алатын боламыз. Дайын болған қамырды қалтаға салып, кішкене тынғанша қойып қоямыз. Ол уақытта келесі қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа және де 3 жұмыртқаның сарыуызы қажет болады. Үстінен тұз, қант және де яблочный уксусты қосып, жақсылап біркелкі болғанша араластырып аламыз. Енді тағы да ыдысымызды алып, осыны дәл бірдей мөлшерде етіп екіге бөлеміз. Біреуіне осындай қызғыштау краситель қостым. Енді ұнды салып, жақсылап араластырып, қамырымызды илеп аламыз. Міне қамырымыз дайын болды. Ал енді келесіне де дәл солай пищевой красительді қосамыз. Тағы да жақсылап араластырып, ұнымызды қосып, қамырымызды илеп алатын боламыз. Барлығын бір түсте жасасаңыз да болады. Мен осылай екіге бөліп, екі түрлі түсте шығарған болатынмын. Ал енді дайын болған қамырларымызды шетінен осылай жайып аламыз. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа көлемде болады. Осылай қалауымызша ұзыншалап бірдей етіп кесіп шығамыз. Және де осылай сушидің таяқшасын алып, қамырымызды соған ораймыз. Майымызды табаға құйып, жақсылап қыздырамыз. Осылай қамырымызды салып, таяқшаны қозғай отыра, бір қолымызға осылай лопаточка алып аламыз. Жақсылап араластырып, формасы кетіп қалмас үшін осылай бір қалыпта ұстап тұрып, қозғап, екі бетімен пісіріп алатын боламыз. Сонымен біздің бірінші хворостарымыз дайын болады. Келесі қамырымызды алып, дәл солай жайып, осылай пісіріп алатын боламыз. Міне біз қызғыш хворостымызды дәл солай жайып, осылай ағаш таяқшаға орап алған болатынмын. Енді оны да қызып тұрған майда жақсылап араластырып, пісіріп алатын боламын. Барлығын дәл осылай қайталап шығамыз. Және де бұдан кейін жасыл түстегі хворостымызды да алып, дәл осылай екі бетімен араластыра отыра, қозғай отыра, қуырып пісіріп алатын боламын. Бұны көп уақыт пісіруді қажет етпейді. Әр бетін 2 минуттан пісірсеңіз жетеді. Одан көп ұстайтын болсаңыз, хворостымыз күйіп, түсін өзгертіп жіберуі мүмкін. Ал енді хворостарымызды әрлейтін боламыз. Осылай жасыл түстесін алып, әселге, яғни медқа батырып, маққа осылай бір аунатып алатын боламыз. Өзіңіздің қалауыңызша әсемдей берсеңіз болады. Қызыл хворостың үстіне сироп сеуіп қойсаңыз да болады. Ал енді біздің хворостарымыз дайын болды. Міндетті түрде осылай жасап көріңіз. Көріп тұрғандарыңыздай өте қытырлық, әдемі болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіз.